Футбол бұл өмір. Ал 13-ші сектор арнасы футбол жаңалықтарын жеткізуші арна. Жаңадан келген достарға қош келдіңіздер дейміз. Арнамызға жазылып қоңыраушаны басып қойыңыздар. Біз жаңалықтарымызды жеткізе отырайық. Френки де Йонгқа АПЛ-дың клубтары қызығып жатыр. Бүгінгі болатын Чемпиондар лигасына жаңа болжам жасап көрдік. Тони Кросс Реал Мадридпен келісім шартын созуға жақын. 13-ші сектор арнасы футбол ақпараттарын жеткізетін автомат. Дәл қазір арнамызға жазылып қоңыраушаны басып қойыңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Ал біз жаңалықтарымызды бастайық. Френки де Йонг деген тамаша ойыншы бар Барселона клубында. Енді қазіргі таңда Барселонаның қаржылық жағдайы мәз емес, өздеріңіз білесіздер. Сондықтан да негізгі ойыншыларын сатуына тура келіп жатқан тәрізді. Осы жазда Френки де Йонгты сатылымға қою мүмкін дейді марка басылымы, және де Френки де Йонгқа қызығып отырған клубтар да бар. Бірден сатылымға қойған мезетте жұлып алып кетсек деп отырған клубтар бар. Енді оның бірін айта кетейік, Челси клубы 100 миллион евро беруге дайын. Қазірдің өзінде Френки де Йонгтың айналасындағылармен сөйлесіп жатыр деген ақпараттар бар. Екіншісі Манчестер Юнайтед. Манчестер Юнайтедке Эрик тен Хаг келген кезден бастап маған Френки де Йонгты алып беріңдерші, өтініш, Френки де Йонг маған керек деп Манчестер Юнайтедтің басшыларда қанша жалынған болатын. Енді сол мүмкіндік қазіргі таңда Манчестер Юнайтедке де туып тұр. Негізінде ыңғай келсе, жақсы қаржылар бір жерден ала алатын болса, Барселонаның сатпай қойған дұрыс сияқты. Барселона үшін соңына дейін ойнайтын ойыншылардың бірі қазір осы Френки де Йонг деп санаймын. Достар, кеше Чемпиондар лигасы өтті. Біз Лейпциг пен Реал Мадридтің ойынына болжам айтқан болатынбыз. Осы арнада Реал Мадрид екінші таймда гол салады деген едік. Екінші тайм бастала салысымен гол салды. Және де бүгін де Чемпиондар лигасы жалғасады. Айтып өтейік, Реал Мадрид кеше жеңіске жетті. Кешегі ойында Манчестер Сити Копенгагенді өзінің алаңына барып отты. Енді Чемпиондар лигасы жалғасады. Бүгін Бавария мен Лационың арасында мен ештеңе айта алмаймын. Тұрақты түрде болжамымызды беріп отырайық, өзіміздің ойымызды айтып отырайық деген ойға келіп отырмыз. Бүгін Парис Сен-Жермен мен Реал Сосьедад ойнайды. Осы ойынға өзіміздің ойымызды айта кетсек деген ниетте болып тұрмыз. Бұл ойында екі таймда да гол болады деген ойға тоқталдық. Себебі екі команда да допты ұстауды жақсы көреді, екі команда да шабуылдауды жақсы көреді. Екі таймда да осы ойында Парис Сен-Жермен мен Реал Сосьедадтың арасындағы ойында гол болады деген ойға тоқталып тұрмыз. Челсидің құрамында Конор Галлахер деген өте тамаша ойыншы бар. Осы Галлахерді қыста сатып жібергісі келді, бірақ ыңғайға келмей қалды. Неге сатқалы жатқандарын мен әзірге түсіне алар емеспін. Галлахер ең тұрақты ойыншылардың бірі деп санаймын, және де соңғы ойында 2 голды да салып берді. Жалпы гол салғаннан бұрын қысымды да жақсы жасай алады, допты да жақсы ұстай алады, шабуылды да бастай алады, жазық жерге, ашық жерге ашыла алады, адам жоқ жерде жүреді, өзімен бірге ойыншыларды алып кете алады деген сияқты. Жалпы командаға өте үлкен көмегі бар ойыншы бұл Галлахер деген. Бірақ та Челсидің басшысы Тод Боули сатқысы келеді. Неге екенін білмеймін. Бәлкім Роман Абрамовичтен қалған ойыншылардың бәрін сатып жіберіп, жаңадан өзі клуб құрғысы келетін шығар. Абрамовичтің кезіндегі соңғы ойыншылардың бірі осы Галлахер еді. Ол бір себеп. Екінші себебі өзі осы Челсидің ойыншысы, Челсидан шыққан, ақша салмай ақша көре алады. Жоқ дегенде бір 70 миллион евроға сата алады. Бәлкім ақша көріп қалғысы келетін шығар. Бәлкім Кайседо мен Энсо Фернандес бұдан әлдеқайда жоғары деңгейде деп санайтын шығар. Жалпы Челсидің басшылығы осындай шешім қабылдап жатыр. Ал Почеттино болса Галлахер маған керек ойыншылардың бірі деп жатыр. Ал Галлахерға осы қыста да алғысы келген болатын. Жазға да сол ұсыныстарынан беттерінен қайтпай, Тоттенхэм клубы Галлахерді өздерінің қатарларына қосқысы келеді. Бұны бір емес бірнеше рет дәлелдеген, айтқан, ұсыныс тастаған Тоттенхэм клубы. Енді жазға дейін осындай ойын көрсететін болса, Конор Галлахер бұны сатпай қалуы да мүмкін. Негізінде Челсиде қала берген дұрыс деп санаймын. Себебі Челсиді жақсы көреді Конор Галлахер. Челси үшін соңына дейін ойнайтын ойыншы деп санаймын. Сіздердің ойларыңыз қалай? Өз ойларыңызды әлбетте пікірге жаза отырсаңыздар болады, достар.
Реал Мадридтің тамаша Тони Кросс атты ойыншысы бар. Осы Тони Кроссты жек көретін хейтерлары бар деп санамаймын. Тони Кросс бәрі ұнатады. Футболды жақсы көрген адам Тони Кроссты да жақсы көреді. Енді осы Тони Кросс мансабында аяқтаймын деген сияқты әңгімелер айтып жатты. Мансабын аяқтайтындай жағдайда емес. Қазір Сауд Арабиясына да барса болады, басқаға да барса болады. Бірақ Тони Кросстың өзі мен Реал Мадридтан басқа клубта ойнағым келмейді. Егерде Реал Мадридпен келісімшарт аяқталып бәрі бітетін болса, мен мансабымды да аяқтауым мүмкін деген еді. Енді осының бәрін Реал Мадридтің басшылары ақылдаса келе, Флорентино Перестің айтуынша, мықты инсайдер Фабрицио Романоның айтуынша, Тони Кроссқа тағы да 1 жыл келісім шарт ұсынғысы келіп отыр екен Реал Мадрид клубының. Мен өзім өте құптаймын. Қазіргі Реал Мадридтің жартылай қорғанысындағы ойыншылар, жалпы Реал Мадридтің ойыншылары үлгі алатындай ойыншы. Қазір енді осы Тони Кросстың бар кезінде тәжірибе алмасып қалуы керек. Флорентино Перес өте мықты маман, және де бәрін өзі көріп біліп отыр. Тони Кросс тағы да 1 жылға қалатын болса, Реал Мадридтің жанкүйерлері де қуанышты болар еді меніңше. Достар, біз сіздер үшін күнделікті футбол ақпараттарын шығарамыз. Дәл қазір арнамызға жазылып қойыңыздар, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет.